Қазақ қазір неге күліп жүр? Қазір не болса соған күліп жүргенде. Қазір тек құр сөзге күліп жүрміз. Оның несі жаман? Өнер жоқ. Боқтық сөздер көп айтылады. Жатарда сиіп жатыңдар деген сөз айтылған ба? Бұрын соңды. Иә. Қазір айтылып жүр. Сары көтіңнен айналайын деген сөз айтылған ба? Сіздерді көрермен түсінбей жүрген болар. Өнер қырандары күлкілерінің өзі деп езіп формасын жоғалтып жіберді. Өзімде біраз комедияларға түсіп жүрмін ғой. Қоянбаевтың бірнеше киносы шықты ғой анау. Мен күле алмадым соған. Вайнға қалай қарайсыздар? Телефондағы TikTok 1 минуттық вайндар. Иә. Соның жетегінде кетті халық. Қазір кім өзін сахнадан көреді, мыналар мені салып жатыр деп. Елді түзейтін сатира қандай жағдайда қайта оралады? Армысыздар, бұл подкаст тайм. Жүргізушісі мен Дәнеш Асқарбекұлы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қазақ қазір неге күліп жүр? Жалпы күлкі күніне арналған хабарымызға спикер ретінде келіп отырған қонақтарымызды таныстырып кетейін. Белгілі режиссер, автор, театр және кино актері Асқар Наймантаев ағамыз. Және тамаша театрының авторы әрі актері Бауыржан Ордамырза. Уақыт бөліп келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Рахмет. Бағдарламамыз күлкі күніне орай шығып отырғандықтан біз бүгінгі таңда қазақ неге күліп жүр? Біз қандай тақырыпқа күлеміз? Жалпы біздегі күлкінің сапасы қандай деген тақырыптың төңірегінде өрбитін болады. Алғашқы сұрақ сол, қазіргі күлкіге сіздер күлесіздер ме? Енді қазір бүгін біз өзің қонаққа кәсіби актерларды шақырып отырсың. Ал эфирдегі көп жүрген күлкілердің барлығы біз қазір сөзге ғана күліп жүрміз. Ол жерде образ жоқ, актерлік ойын жоқ. Тек сөйлейді жігіттер. Қысыр сөз күлмекке жақсы дегендей, қысыр сөзі жинап алып жүрген жігіттер көпшілігі. Мысалға, көп адамдар ой баяғы тамаша керемет еді, Құдай берген ағаларымыз анау мынау деп айтады. Сол кісілердің өзінен, сол кісінің қандай сөз есіңізде қалды деп сұрашы. Олардың сөз есінде қалмаған. Құдай берген жасаған образдар, мейірман жасаған образдарды айтады. Қазір мына біздердегі айтады. Ой, Бауыржанның ана істеген образы керемет болды. Бауыржан ана жерде бір жақсы дүние жасап еді. Сіздің ана баяғы шашыңыз деп менің ой жасаған образдарымды айтады. Образдарды айтады, біздің айтқан сөздерімізді айтпайды. Апитөктің күйеуін айтады дейсіз. Апитөктің күйеуін айтады, сондай бір дүниелерді айтады да, барлығы есінде жоқ. Ал қазіргі күлкіде, ой, ананы қатырып айтты. Ой, ананы өлтіріп айтты, мынаны сойды. Қазір тек құр сөзге күліп жүрміз. Оның несі жаман? Өнер жоқ. Өнер жоқ. Оның жаман жері деп айтуға болмайды да, бірақ ол егер қазақы, жаңа сен айтқандай астырланған бір әдемі сөз болса екен. Біздің жалпы қазақта жоқ сөздер қолданылып жүр. Сосын жаңағы боқтық сөздер көп айтылады. Боқтық сөздің мысалға марқұм Көпен ағамыз айтып берген бір сөз бар да. Құлаққа жаман естіледі, бірақ ол балағат сөз емес. Оны сатира тілінде оттенок деп айтады. Көпен аға арасын жігін ажыратып бергенде оттенок. Құлаққа біртүрлі естілгенменен шешенсіген адам екенсің, көсемсіген адам екенсің деген сияқты. Ол қазақта бар сөз мысалға, бірақ жаман естілгенменен ол бар сөз, ол оттенок. Ал мысалы жоқ сөздерді бар да, соны бүйтіп бұрып әкеліп, боғауызға айналдырып жібереді да, сол халыққа тез тарап кетеді қазіргі заманда. Жаңа қазақ неге күліп жүр дегенде, қазір не болса соған күліп жүргенде. Не болса соған, не бір жындыларға күліп жүрген жайы бар. Ал егер бәрін бірдей жоққа шығаруға болмайды ғой енді. Сапалы әзілдер де бар, ішінде бір концерттің ішінде 5 миниатюра болса, соның 5-еуі бірдей көңілімнен шықпайды. Мысалы, 1-2-еуі көңілімнен шығуы мүмкін, бәріне бірдей не қылуға болмайды. Бірақ жаңа Асекең айтпақ, сондай бір жоқ сөздерді алып келіп, аударып, бұл жаңағы құлаққа оттенкті болып естілмейді, кәдімгі ашық айтылып жатқан сөздер кетіп жатыр қазір. Дарақылық, бәдік сөздер. Иә. Сондай дүниелер көбейіп кетті. Қазақта жоқ сөз дедіңіз. Иә. Демек, ол басқа жақтан аударма, калька сөздер ме? Жоқ, қазақтың сөздерінің басын біріктіріп әкеліп бірдеңе шығаратын, мысалға
Енді қазақта ебедейсіз деген сөз бар әзеке, дұрыс па? Ебі жоқ деген сөз бар, ебедейсіз деген сөз бар. Епте алмайды деген сөз жоқ, мысалға. Былай қарасаң, енді бір әңгіменің арасында болатын шығар, оның ебі жоқ, оны келістіре алмайды, ебедейсіз оған деуі мүмкін. Бірақ мысалы епке алмайды деген еш жерде ондай сөз жоқ, мысалы былай қарасаң. Сондай сияқты сөздер көп енді. Болмаса жаңағы қазір неше түрлі айтылып жатыр ғой. Демек сіз ептей алмайды деген сөзге қарсысыз ғой? Жоқ, мен қарсы емеспін, бірақ халыққа көп таралып кетті, сол белең алып кетті. Мысалы былай еститін жаңағы құлақ болса, тыңдайтын сөз болса деген сияқты түсінген адамға мысалы мен өз басым қабылдаған жоқпын мысалға. Яғни сахнадан айтылатын юмор емес дейсіз ғой? Иә, мысалы енді жасыратын ештеңе жоқ, оны телевизорден де кетіп қалды. Сахнада жатарда сиіп жатыңдар деген сөз айтылған ба бұрын соңды? Иә. Қазір айтылып жүр. Сары көтіңнен айналайын деген сөз айтылған ба? Сары көтіңнен айналайын деген сөз. Міне айтылып, бүгін ғана көрдім соны мысалға. Осындай сөздер кетіп жатыр енді. Оны сахнадан естідіңіз бе? Телевизордан көріп қоятын. Сахнадан, теледидардан. Енді ол айтып отқан сондай өтеді халыққа. Сөйтіп айтты деп бәрі күліп жүреді. Сондай сол сөзге ғана күліп жүрміз да, ой ана өстіп айтты, қатырды, сондай керемет болды деп. Өнер жоқ. Ал енді мына бүгінгі егер сенің сұрағың болса, неге күліп жүрміз деген дүние болатын болса, өнерге байланысты болатын болса, біз сол күлкіні өнерге айналдырып, жаңағы образдар жасап, неше түрлі мінездер іздеп, басқа адамның кейпіне кіріп, сөйтіп өмір сүріп үйренгенбіз. Сонда кәсіп қылғанбыз. Ал қазір құр микрофон ұстап тұрып алып, соны сапылдатып аузына келгенін айтып жатқаннан кейін құр сөзге күліп жүрміз. Бұл енді сіз стендап жанрын меңзеп тұрсыз ғой? Иә. Стендап болсын, қайсыз болсын, қазір енді сол сән болды, біздерді экраннан алыстатып тастады ғой. Қазір біздердің әзілімізді көп қабылдай бермейді. Түсінбейді де бізді. Түсінбейді де. Мысалға Бауыржанның жазған дүниелерін ойнайды. Мына Екезу театры бар Ақтөбеде. Өте керемет театр. Әлі де сол баяғы классикалық жолынан, классикалық формасынан ажырамаған театр. Бұзылмаған. Өткендегі осы Алматыда да концерттерін беріп кетті. Қаншама жұрттың көңілінен шықты. Керемет дүниелер болды. Ол театрға сұраныс бар ма? Сұраныс бар. Мысалға ол театр мына біздің оңтүстік жақта болмаса да бүкіл батыста Екезу келді десе үлкен қуанышпен қарсы алады әлі де. Әлі де Екезудің батыста баяғы тамашаның бүкіл Қазақстанда жүріп жүрген жолы сияқты батыста Екезудің өзінің орны бар. Өзінің сол жолынан ажырамаған. Сөзіңізді толықтыра кетейін, жаңа ажырамаған дегеннен шығады. Кезінде мысалға енді тамашаның көп баста тізгінін бастаған, құрған енді Ұқпан ағамыз ғой енді есен ТВ режиссері мысалға. Сөйтіп тамаша ең бірінші шықты 78-ші жылы мысалға. Ол кезде Дворецкийге де жинаған жоқ, тек қана теледидардан шығып жүрді мысалы. 78-ші жылы мен туылған жылы мысалға былай қарасаңыз. Кез келген нәрсенің театрда болсын, басқа нәрсе әрқайсысының өзінің форматы болады ғой, уақыты болады, Мәселен, тамаша несімен күшті болды? Анау Аркадий Райкиндерден бері қалыптасып кеткен. Біздің жаңағы сатираның қазақтағы атасы Жарасқан Әбдірашев, Үмбетбай Уайдин сияқты, Османхан Әубәкіров сияқты ағаларымыздың шығармасын оқысаң сахнаға бейімделген монолог 8 минутпен 10 минуттан аспайды. Миниатюра 10 минутпен 12 минуттан аспайды, Форма ол. Сол форманы мысалы Екезу театр бұзбаған десек болады. Тамашада сол форманы ұстап келе жатыр. Ал енді шығып алады да миниатюраны жарты сағат ойнайды. Ол миниатюра ма? Миниатюра деген сөздің жарты сағат ол мини-спектакль. Мен жаңа өнер қырандары 45 минут ойнапты бір күні. Сон бізде ғана Дархан бар ғой, Пірназар. Сол келіп, жақсы болды өмірлерің десе, жаңа өнер қыран балдар айтады дейді, сәл ұзақ болып кетті ме? Жоқ, ұзақ болған жоқ. 45 минут ұзақ қояға десе, кішкене 15 минут қосыңдар деп. Неге десе? Сосын бір спектакль ойнайсыңдар, 1 сағаттық, 5 сағаттық. Миниатюра деген формадан ажырамайтын. Ол әрқайсының өзінің жанры бар, өзінің формасы бар. Мысалы, филейтон деген әзілді сахнаға шықсаң өтпейді. Филейтон таңдамтек оқып қана күлетін әзіл бар. Оқитын әзіл бар, айтатын әзіл бар. Сол сияқты форма бұзылып кетті. Меніңше, мен өзім Қуыршақ театрында жұмыс жасағам, балаларға, баланың миы көп нәрсені көтере алмайды ғой. Ең ұзақ спектакль 45 минут,
орта средний спектакль 30 минут болады. Ал енді сіз қалай 30 минут ойнап, оны миниатюра деп айтасыз. Краткость, сестра таланта дейді. Әр жаңағы сөзді қысқа аз сөзбенен жеткізсе, 1 сағат сөйледім, сенің үстіндегі ақ көйлек екенін мен 1 сағат айта аламын да. Бірақ сөзбен айтқызамын, үстіндегі ақ көйлек деген мысалы. Езіп, формасын жоғалтып жіберді. Балағат сөз көп, формасын жоғалтып жіберді. Жаңа сен айтып отқан образдардың өздері бір өте бір дарақы, бір қазір жастардың бір несінде қарасаңыз, бір күлкілерінің өзі деп күлсе, анаған елдің бәрі сол халық соның жетегінде кетеді. Ол театр деген көрерменнің айнасы деп бекер айтпаймыз. Мәдениеттің тұтқасы дейтінбіз. Жалпы кейде ойлаймын, бір журналистердің қоятын сөзі бар ғой, бүкіл журналист осыны айтады. Талай естіп жүрген шығарсыз. Қазіргі әзілдің сапасы түсіп кеткен жоқ па деген бір әңгімені айтады да. Айтамын, әзілдің сапасы неге түспейді? Түседі. Өйткені біз әзілдің орнымен қолдана алмайтынымыз. Жалпы сатира деген сөз, әзіл деген сөз не керек? Сатираның өмірдегі мақсаты не, оның алатын орны не? Сатираның кез келген жерде жүріп айтамын, қағидасы қалыптасып кеткен заңы, сатираның басты мақсаты күлдіре отырып, қоғамдағы болып жатқан келеңсіз жайттерді әшкерелеу. Яғни сәл-пәл де болса осы әлемдік өмірді түзету. Ал енді шығып алып тек әшейін бет алдыла жоқ, күлдіре беретін болсаң, шешінсең де халық күледі қазір, еңкейсең де күледі, тоңқайсаң да күледі. Сахнадағы қазіргі жастардың бірақ проблемасы приколым өтпей қалмасын. Айтатын сөз өтпей қалды, приколым өтпей қалды, прикол іздеп жүреді, прикол іздеп ойбай, өту керек. Ана залдағы жұрт қырылып қалу керек. Біздердің ойнап жүрген кезімізде күлмейтін әзілдерді ойнайтынбыз. Ой салатын. Күлмейді оған күлмеуі мүмкін. Ойланып кетеді, сонан кейін бір жылдан кейін ба, бір айдан кейін ба, дәл сондай жағдайды көздестірген кезде мырс ете түсуі мүмкін. Аналардың айтқан осы екен ғой деп. Міне сол қорытынды. Сол уже қорытынды, сол жаңағы біздің көрсетіп кеткен дүниеміздің шешімі сол болады. Қазір тек қана дар ете түсетін дүние іздейміз. Ана залда отырған жұрт қырылып жату керек, құлап жату керек, көздерінен жас ағып жату керек. Ал енді оларды ойландырып кететін дүние. Күлдіре отырып, юмор дегеніміз өзі жылап отырған адамды күлдіруде, сатира деген күліп отырған адам жылату. Түсінген адамға. Түсінген адамға. Екеуінің айырмасы сол. Сондықтан юморды да, сатираны да қатар бір дүниеде алып жүретін дүние керек. Ал бізде қазір сатира айтқан боламыз, айтты, онаны сынады, өткен жоқ, өтпейді. Сонан кейін ол сынау емес. Ол сынау емес, әйтеуір бетке былш еткізіп айта салу. Болмаса қатты тырнап алу. Қазір кейбір әзілдер сол осып тырнап алып, кекету, келеке, біреуді келекелеу, әжуалау өнер емес. Асеке, сіздің өтпей қалды деген әңгімеңізге орай мына оқиға есіме түсіп тұр. Қателеспесем 70-ші жылдары түріктің атақты сатиригі Әзиз Несин Мәскеуге келген кезде арнайы Райкиннің концертіне апарады ғой. Сонда 1,5 сағат бойы елдің аңдығаны Әзиз Несин болған ғой. 1,5 сағат бойы ел қыран топан күліп жатқан кезде бір езу жимаған, бір күлмеген. Содан былай шыққаннан кейін ыңғайсызданып сұраған ғой, енді ұнамай қалды ма, сізге түсінбей қалды ма, әлде жаңағы аудармашы дұрыс жеткізбеді ме десе, Әзиз Несин айтыпты, сіздердің Аркадий Райкиндеріңіз ұлы артист, бірақ сіз бен біз екі түрлі мәселеге күлеміз ғой деп. Сіздердің күлкілеріңіздің тақырыбы басқа, біздікі басқа деп. Енді ол 70-80 жылдардағы Түркия өте ауыр халде ғой, енді Әзиз Несин соны сатира түрінде жазды, сол үшін билігіне де жақпады. Енді бәлкім сіздерді көрермен түсінбей жүрген болар. Сол ғой, түсінетін көрермен жаңағындай әзілдің жетегінде кетіп бара жатыр. Жоғалттық сондай әзілмен жоғалттық. Ал оған көрермен кінәлі ме? Адасты. Көрермен де кінәлі емес, көпке топырақ шашуға болмайды, бірақ негізінен сол жетекке алып кетті, және соны эфирден көп көрсете бастады. Жеңіл нәрсе тез таралады ғой. Тез таралды. Эфирде соған көңіл аударды. Біздерді ақырын ығыстырып шығарып жіберді.
Ал біздің мына мен қаншама жыл жұмыс істеп өзіміз ашқан теріс қақпай театры, біз бағытымыз негізінен сатира болды. Бізде теріс қақпайға біраз жыл көрермен жарты зал ғана келіп үйрене алмай жүрді. Көп күле бермейді. Біз кішкене сатираның тілінде сөйледік. Дарылдап дарақы күлкіге барғызғанымыз жоқ. Енді қазір көрермен сол теріс қақпайды іздейді. Яғни аңсайды. Ал қайда соларыңыз жақсы еді ғой, теріс қақпай неғып жоғалып кетті, неге құрып кеттіңіздер деп. Қайда теріс қақпай? Теріс қақпайдың жоғалған себебі, теріс қақпайдың барлық концертінде Заманбек Нұрқаділов ағамыз отырады. Біздің шынымен қолдаушымыз болды, қамқоршымыз болды. Сонан кейін бірінші қатарда үнемі Заманбек ағамыз отырады. Ал Зәкең мына өкіметке қарсы сөйлеп, оппозицияға шығып, сондай болып кеткеннен кейін теріс қақпай бүкіл эфирден алынып тасталды. Теріс қақпайдан теріс айналды. Одан кейін Зәкең өмірден өтіп кеткеннен кейін барлық жерге барып жүрген біздің жолымызды да кесті. Ана көпшілік биліктің санасында теріс қақпай Заманбектің театры деген ойға алғанда, содан жолымыз кесіле бастады. Осы сұрақты сізге қояйын, сәл өзгертіп. Тамаша қайда қазір? Қазір айтамын. Мен бірінші мына теріс қақпай театрына тоқталғым келеді. Жаңағы әзіл өтпейді, анау дегеннен шығады ғой. Теріс қақпай театрын Ақтөбеге келген кезде, мен ол кезде Ақтөбеде тұрамын. Сол кезде мен жібермей қарайтынмын. Бұл кісілер әрқайсысы бір-бір тұлға болды. Асқар ағамыз бар ішінде, Ұлан ағамыз бар, марқұм Дархан ағамыз бар, Қадырғали Көбентаев ағамыз бар, күні кеше өмірден өткен Отарәлі ағамыз бар, Отарәлі Көлжан. Ол бәрі бір-бір тұлға. Тек жаңа кірпішек бар емес, әрқайсысы монолог орындаудан қаш шебер. Өте бір профессионалды театр болды. Одан кейін бұл кісілер репетициядан аянбай, кәдімгі бір ай тапжылмай репетиция жасайды десем, бір-екі апта кездесіп ойнап, емес, оның барлық сахнада көрінеді. Бұл кісілердің тщательно дайындалғаны барлық сахнада көрініп тұрады. Сол кезде маған ел айтатын, теріс қақпайға сен неге барасың? Өзім қасымда жүрген әріптестерім. Күлкілі емес қой дейтін. Маған теріс қақпай ұнайтын. Сол кезде мен түсінбедім де, ол неге бұл театр маған? Сөйтсе, өте профессионалды, жоғары және сатира көрсететін театр. Әшейін юмор қоқмай емес, сатира көрсететін театр болды бұл кісілер. Асекеңнің Апитөктің күйеуінің өзі бір кәдімгі бірнеше неге бірінші сериясы, екінші сериясы, үшінші сериясы кете беретін кәдімгі сондай бір дүние да мысалға. Енді теріс қақпайдың қалай кеткенін айтып отыр ол кезде. Енді айтайын деген сатира деген ол қару да. Ол жаңағы енді айттық қой, әшкерелеу, жаңағы бетке в лоб айту емес, әжуалап, жаңағы мысқылдап айтып жеткізу деп. Содан халық айырылып қалды. Халық тек ашық күлкіге, әйел мен еркектің арасындағы әңгімеге, анайы күлкіге, кіндіктен төмен әңгімеге халық соның жетегінде кетті. Оған осы әртістер, сатириктер, әріптестер біз кінәліміз, халық емес. Біз халықты сол жолға емес, жеңіл жолға салып жібердік та, бәрі соның жетегінде кетті. Енді қазіргі кезде мысалға біреулер айтады ғой, ой, баяғы тамаша күштеді, Құдай берген ағаларым күштеді. Енді қазіргі заманда сол Құдай берген ағаларымызды, Тоқсын, Уайс, Мейірман ағаларымызды әкеліп ойнатып қойсаң да қазір жастар оған күлмес еді. Өйткені олардың ойнаған сатира, айтар ойы бар, салмағы бар, күлдіре отырып ой салатын, жылататын дүние. Қазір ондай болмас еді олар, мысалға, түсінген адамға. Енді тамаша қайда кетті дегеннен шығады. Кез келген сатира театры, тамаша болсын, Бауыржан шоу болсын, мафия тақия болсын, өзінің бір тірелетін пигі болады. Мысалға тамаша республикаға танымал болды. Енді ол не істейді? Ол Россияға барып, Ресейді бағындырмайды. Ол Димаш құсап, Қытайды бағындырмайды. Ол Американы бағындырмайды. Жетті жетер жегіне. Сосын ақырын жайлап тарай бастайды. Бауыржан шоу да солай болды. Жетті. Ол ауқымы кішкентай оның сатираның. Шарықтау шегіне жеткеннен кейін болды. Одан кейін ешқандай оны біреуден кінә іздеп, баяғы ана кісілер кеткеннен кейін осы дұрыс болмай қалды дейтін нәрсе емес. Кез келген нәрсе өзі шарықтау шегіне жетеді да, ақырын тоқырайды, құлдырайды, бөлінеді, әркім өз шаруасымен кетеді, біреу киноға кетеді, біреу өзі жеке театр ашып кетеді деген сияқты. Сондықтан құрылып жоғалып кеткен сатира театрларына кейде ойлаймын, бір кінә қойып та керегі жоқ сияқты. Өйткені себебі енді 45 жыл өмір сүрді, 43 жыл таза өмір сүрді тамаша мысалға. Алдыңғы буын ағалар әйгілі төрттік Құдай берген Сұлтанбаев, Уайс Сұлтанғазин, Мейірман Нұрекеев, Тоқсын Құлыбеков, мысалы алдыңғы буын аға
бүгін әйгілі төрттік енді. Лидия апамыз енді Лидия Калина әйел адам болғаннан кейін тек жаңа төрттік деп кісілерді ғана айтамыз. Ата ішінде Лидия апамыз бар. Одан кейінгі келген міне орта буын осы Асқар Наймантаев, Ұлан Үсіпәлі, Сағи ағамыз, Сағи Үсіпәлі, сосын кімдер болды тағы сол жерде, Мұхамеджан Мырзекеев болды, Әділхан мысалы осындай кісілер болды. Данагүл, Гүлбаушанда. Иә, Данагүл орта буын. Оны қарап өттік. Мысалы қандай еді? Ана Ұлан аға екеуінің шығып Марғабас мырза, мешітіміздің қай уақытта бітетін журналист болып ойнайды, Асекең, ана кісі жаңа кім салады, Рафик Қазин салады. Қандай мысалға күлдіріп отырып, біреуді пародировать ете тұрып, бәрін жайып тастады. Сатираның сол Ұлан екеуміз жасаған сол пародия Алматыдағы орталық мешіттің құрылысының бітуіне себеп болды. Міне сатира деген қару деген осы. Ұзақ уақыт тұрған. Сол жерде мен сұрағымды мешіт деп айта берем, ана кісі жауаптан қашып басқа бірдемен айта береді. Бірақ мешіт әңгіме болды, бүкіл қала дүрлігіп кетті. Кейін сол кезде қаланың әкімінің орынбасары бір жиналыста отырып айтады дейді, аналар мешітке келіп жүр екен, тағы да айтады, мынаны тезірек бітіріңдер деп. Міне сол мысалға менің өзім куә болған сатираның бір үлкен қозғау жасап, бір нәрсені өзгерткені сондай дүниелер болып отырды. Демек ат салысты. Сәл де болса қоғамды өзгертуге, жаңартуға тырысты. Бітпей жатқан мешіттің бітуіне ат салысты. Сатира. Әйтпесе бұл мешіт ұзақ құрылыс болып қаншама жыл тұрды. Содан кейін мешіттің құрылысы басталды. Мынадай нәрседе мен марқұм Көпен ағамыз өмірден өтетін кезде, соңғы кездері Ара журналына ешқандай мемлекеттен қолдау жоқ, ешқандай спонсор жоқ. Ара журналын өзінің қалтасынан ақша шығарып жүрді. Сен де жақсы білесің, мен де жақсы білем, журналист болғым жақсы. Бір сөзінде айтты, маған осы Ара журналын қазір шығару оңай емес, бір ауру мүгедек бала бағып отқан сияқтымнан қалып бара жатыр. Араның журналының тым күші жоқ, ешкім қарамайды, оқымайды. Ал кезінде Ара журналы қандай болды? Нағыз сатира. Оны кез келген бетін ашқан адам, ақша жеп қойған бір әкім туралы болса, соны оққан адам өзін танитын еді. Ойбай, мынау мен жазып қойыпты деп, содан ұялатын еді. Яғни сынау, түзету, әшкерелеу. Бірақ енді бетінде айтпаймыз, бәленше Түгеншеев деген әкім деген. Бәленше Жалпақсай ауданының Қалпақсай деген әкімі деген сияқты. Содан көрермен өзін танитын, сахнадан өзін танитын, жемқорлар, дүкенші тығып сататын дефициттің заманындағы. Соны көретін, театр көрерменнің айнасы деген сол. Соны көретін, ойланатын, содан бір нәтиже шығаратын, мынандай болып жатыр, масқара болмайық деген. Қазір кім өзін сахнадан көреді, мыналар мен салып жатыр деп. Онда ештеңе көрмейді. Салатындар сол жартыбас жігіт, жартыбас қыз, жаңағы ұрысқақ әйел, алғаш күйеу, сол отбасы ошақ қасына айналып кеттік. Шыны керек, мойындау керек. Ара журналда баяғыда фельетонға шыққан ол. Иә, оған шыққаның біттің деген сөз. Оған жауап келетін, оның қорытындысы болатын. Ара журналы келесі нөмірінде, мына нөмірдегі фельетонның мына қорытындысы мынандай болды. Бәлен адамды орнынан алып тастапты, мынаны жұмыстан шығарыпты. Осындай деген жауап келетін. Қазір өйтіп айтып жатпақ тұрмақ, суретіне шейін бат дейтіп, мына адам оңбаған деп жазып қойсаң да, ешқандай қорытындысы жоқ қой. Жақсы, сіз айттыңыз, сатирамен айналысатын театрлар жоқтың қасы, қазір арзан күлкіге кетті елде. Ал сатира жазатын автор бар ма қазір? Бар. Міне біреу отыр. Міне біреу отыр. Сатираны әлі қойғамыз жоқ, Құдайға шүкір жазып жатырмыз, бірақ біздің сатира... Бір Қазақстанға осы екі автор ғана ма? Жоқ, бар ғой. Толымбек ағаларымыз бар әлі, Құдайға шүкір. Жастар бар шығып жатқан. Жаңағы Екезу театрындағы жетекшісі Нұрлыбек Жұбатқан өте мықты сатирик. Бірнеше кітап шығып жатыр, аптасына бір рет Фейсбукқа бір сатирасын сойып тұрып, орналастырып қояды. Сатира бар, сатира өлген жоқ. Сатира тіпті қазір мына публистиканың да тілі болып кетті. Журналистер сатирамен мақала жазады. Сатира өлген жоқ, сатира орында тұр. Тек соны жарастыра алмай, соны қабыстыра алмай, соны сахнаға, өнерге айналдыра алмай жатырмын. Аразигін ажырата алмай. Тек сахнадан кетіп, Фейсбукқа көшіп кетті ме сонда? Жоқ, сахнада да жүр. Фейсбукта да қамтып отыр ғой. Мінекей Бауыржан мысалға әлі де сахнада жүр, әлі де сол өнерде жүрген жігіт қой. Бұйырса жақында бұның концерті де өтеді осы Республика сарайында.
алдағайда. Мысалға мінекей сол концертте келіп көрген адам сол сатираны көрер еді. Бұлар әлі сол кәсібінен ажырамаған, сол сатираның жетегінен кетпеген жігіттер. Біздің артымыздан ерген інілеріміз. Бізге осылар да мақтаныш. Әлі сол кәсіби жолымызды жалғап өстіп келе жатқан азаматтар. Сатира өлген жоқ, сатира бар. Сатира сынайтын тақырып тұрған кезде ол өлмейді. Мысалы қазірде мен бір жазған дүниелерім жаңа ютубта неде жүр ғой, мысалға банкіні сынауға болады қандай, қазіргі бір кредит деген бір кәдімгі қотыр үлкен жара болды ғой, мысалға ішінде керемет халыққа пайдаларың жоқ, проценттерің көп деген әңгімелер айтылып арасында тығып үлгересің. Енді бір жағынан телевидение деген дүние қырқатын дүниелер де көп, енді былай қарағанда көп нәрсені алып тастайды. Соның өзінде арасындағы елдегі проблемалар тығамыз. Мысалы соңға барғандағы нәрсе, жаңағы документ алу деген нәрсе сияқты. Бір жерді екі адамға сатып жібереді. Маған саттың кеше жерді. Мен келсем, Асекең отырып, мына жердің хозяйыны менмін деп. Маған бәленше сатты ғой деймін. Дәкең деген осы ауылдың әкімі сатты. Ол әкім жоқ, Астанаға министр болып кеткен екінші әкім, мен білмеймін дейді. Қазақтың ұлттық ойыны ғой бұл. Иә, қиналатын кім? Мына екеуміз қиналатын, қырылатын, бір-бірімен төбелесетін жерге. Әкім сатты да ақшаны алды да кетті, мысалға. Сондай нәрселер, жер мәселесі, үй мәселесі, кредит қоғамда әлі сынайтын, сатираға салып көрсететін, әшкерелейтін нәрселер көп. Тек жалпы бағыттан көп деген әзіл-сықақ театрлары сатираның бағытын түсінбей қалды, ажырап қалды. Әшейін отбасы, ошақ қасы, кіндіктен төмен әңгіме, осындай әңгіме, екі әйел өсеп, екі абысын, екі жең. Ол да керек, оны жоққа шығармаймын, ол да керек. Арасында сондай бір үнемі күрделендіре беруге болмайды, арасында бір-екі жеңіл әзіл керек. Бірақ алған кезде жаңағы в целом дейді ғой, жалпылама алған кезде бәрібір айтатын ойы болмаса, сатираның бес тиынға да керек жоқ, былай қарағанда. Мына баяғыда біздің кезімізде еврей халқының бір жақсы анекдоты болатын. Жаңағы күрмейтін әзілдерге жатады бұл енді. Бір еврей екіншісінен сұрайды дейді, мына ішім пысып кетті, бір жаңа анекдот бар ма деп. Жоқ дейді. Соны тағы біреуден сұрайды, жаңа анекдотың бар ма деп. Жоқ. Үшіншісінен сұрайды, жаңа анекдотың бар ма деп. Жоқ дейді. Өкіметке не болған деп айтады. Көрдіңіз бе, мінекей, айналып келген кезде осындай дүниелер қазір сахнадан осындай астармен сөйлесең түсінбейді көп адам. Ал біз осы бағытты ұстап едік кезінде. Мына есіме түсіп кетті жаңа біздің өкіметке не болған дегеннен. Кеше осы Нұрлыбек Жұбатқанменен ақылдасып, бір екеуміз бірлесе бір материал жазайық деп жатырмыз. Сайлау жөнінде. Тақырып. Қан тамып тұрған. Енді қараңыз. Қазақстан цифрландырылған мемлекеткен енді алдыңғы қатарларда тұрмыз. Бізде бәрі цифровой. Соңға барсаң да цифровой, документ тапсырсаң да цифровой, үй алсаң да бәрі ақшада цифровой, тіпті барып жаңағы бір жерге барып арыз жазсаң да цифровой. Милицияға барсаң да, қазір полицияға барсаң да сенен цифр баяғыдай бәленше қылып жүреді, цифровой, бәрі цифровой. Біз өтіп кеттік цифровой. Тек сайлауға келгенде әлі қағаз ручкамен жүрміз да, мынау. Тақырып па тақырып, егов бар, портал бар, ешкімнің дауысын ешкім ұрламайтын, Каспийдің приложениесі сияқты. Ана жерде тұр, атын келді, кандидаттар тұр, біреуін басып қалдың, отправить еттің, бітті, оны ешкім өзгертен, соған мемлекеттің бас жетпей отыр ма? Бәрін жеткізіп тастады, бәрін цифровой қылып тастады да, сайлауға келген кезде ананың ішіне кіріп, ананы жауып, ручкамен бүйтіп жүретін нәрсе. Осы туралы бір керемет дүниені қолға алғанбыз. Бауыржан мырза, алдағы уақытта концерт берейін деп жатырсыз. Иә. Сатира бола ма концертіңізде? Иә, әрине ол менің мысалға жазған осы уақытқа дейін 15 жылдан астам жүрмін ғой. Тамаша ойын-сауық отауының өзінде ауылдағы жаңа Ақтөбедегі жүрген Шаттық сатира театры, Екезу театры, Тахауи Ахтанов атындағы драма театрдағы жалпы сахнада жүрген есептемегеннің өзінде тамашада жүргеніме де 15 жылдан асып кетті, мысалы, былай қараған кезде. Мен жазған сол 15 жылда бір 200 материал жазсам, соның 100-і күрделі, сынайтын, өкіметті қоғамда әшкерелейтін дүниелер болса, қалған арасында
жартысы юмор, жеңіл. Ол да керек. Жаңа айтып отқаным сол, мен отбасындағы жаңағы әйел мен күйеу деген жоққа шығармайын деген себебім, ол да өмір, отбасылық тәрбие деген бар. Сондықтан арасында жеңіл әзілдер де болады. Сахнада 7 миниатюра болса, соның 3-4-еуі күрделі, 1-2-еуі әшейін тек ешқандай ой салмайды, күлесің да қоясың. Қалғандары ой салатын, ойландыратын дүниелер болады, Құдай қаласа. Концертіңіз, қателеспесем, 24 сәуір күні, осы моментті пайдаланып айта кетейін, осы сәтті 24 наурыз күні, 24 сәуір күні, 24 сәуір күні, наурыз деппін ғой, 24 сәуір күні Республика сарайында кешкі сағат 8:00-де ораза біткеннен кейін халық концертті сағынған кезде жер аяғы кеңейді, күн жылыйды. Алматыда 24 сәуір деген енді кәдімгі жаз ғой енді. Жеңіл киіммен келіп, оразадан әбден іші пысқан азаматтар келіп концертке келіп бір сусындасын деген ниетпенен Республика сарайына 45 жасқа толған шығармашылық кешімді, есеп беру кешімді бергелі жатырмын. Көптеген өнер адамдары қатысады. Асылбек Боранбаев, Жанатбек Байкеков, Саттар Ерубаев, солсын жаңағы Екезу театры, Тамаша театры, Нұржан Тутов, Архан Пірназаров деген сияқты көптеген әншілер болады. Сөйтіп бір дүркіретіп Республика сарайына өткізгелі жатырмын. Тағы да қайталап айтамын, ешқандай табыс табу мақсатында емес. Республика сарайына концерт қойған адам табыс таппайды, керісінше берешек болып шығады, қарызға кіріп шығады. Маған табыс емес, тек үнсіз қалмайын деп 40 жасымда кітабын шығарғам. Асекең өзі көрді, біледі, меламенде тұсауын кескен. Енді 45 жасымда бір жеке концертімді берейін деген оймен жүрмін. Жақсы, сәттілік тілеймін сізге. Асеке, сіз соңғы кездері киноға, түрлі сериалға түсіп жүрсіз. Осы жерде енді кинодағы юморға, кинодағы сатираға көшейікші. Сіздің көңіліңіз тола ма? Жоқ, көбіне өзі қазір бір осы әзілдің төңірегінде, кинодағы әзілдің төңірегінде де бір оппозицияға шығып кеткен сияқтымын. Мынау Қоянбаевтың бірнеше киносы шықты ғой, анау сериал болып. Бизнес по-казахски деген. Мен көрмей жүріп, бір санаторийде жатсам, содан басқа кино жоқ. Күнде кешкісін соның біреуін көрсетеді, күнде кешкісін соның біреуін көрсетеді. Әйтеуір ішім пысып жатқаннан кейін барып қарады. Мен күле алмадым соған. Тартпады. Сонан кейін қазір менен сол кино не туралы деп сұрасаң есімде жоқ. Есте қалған жоқ. Бірде-бір кадр есте қалған жоқ. Мына жерінде осындай болды деп айтайын десем, кейінірек ойланам соны. Міне бірақ бір жылдай да болған жоқ соны көргеніме. Өткен жазда енді көрген дүнием. Есте қалмайды. Сол кезде күлуім мүмкін. Сондай өзімді біраз комедияларға түсіп жүрмін ғой. Әйтеуір шақырады, керек, барамыз, түсеміз, көрермендер танып күліп жатады, қазіргі дүниелер сияқты бірақ өзімді ойлаймын, осы менің де ойнап жатқаным сол жұрттың есінде қалмайтын шығар осы деп. Кейде бір күтпеген жағдайда бір сериалдар бар. Мысалы, мына бастық болам деген сериалға 4 маусым түстім. Комедия болды. Менің ойнаған рөлімде үлкен рөл болды, соның ішінде жүрдім. Өзім бірде-бір сериясын көргем жоқ. Қолым тиген жоқ, бірде-бір сериясын өзім көргем жоқ. Бірақ жұрттың барлығы қазір көшеге шықсам, осы кішкентай баладан бастап үлкенге дейін барлығы бастық боламын айтады. Бүкіл елдің көңілінен шыққан. Бәріне ұнаған. Бәрі шолап таниды. Мысалға, мені бұрынғы тамашадан көрмеген қазір жаңа туған балалар бастық боламнан ғана көріп, қазір сөйтіп танып жүрді мені. Бұрынғылар мені тамашадан танығандар болатын болса, қазіргі балалар мені бастық боламнан танып жатыр. Одан кейін де 1-2 сериал бар, жаңағы комедияларға түскен. Содан кейін бет алды бара бермеймін кинолардың барлығына. Алдымен көріп, екшеп, ойланып, содан кейін барам. Болмаса осы мінекей жақында ғана 1-2 жобадан бас тарттым. Алғашқы кішкене сценарийін жібереді ғой. Оқып қарасам, кішкене жаңағындай
боғауыз сөз көбейіп кеткен, анау мынау, сосын бармаймын десем, аға сіз керексіз, сұрағаныңызды берейік, анау мынау деп тұрып қоймайды. Мен айтамын, айналайын, тек абыройым, сендерден ақшаларыңдан кедей болып қалсам да, абыройымды қалаймын, мынандай киноға түспей ақ қояйын деп. Қазір жүз сом әрине аз ақша емес, бірақ денсаулық та керек. Абырой да керек. Соның өзі қандай сөзі, мысалға айтсаң, бірақ денсаулық та керек деген. Түсінген адам ғой, ол керемет әзіл, мысалға. Жаңағы біздің кім айтпақшы, Мағоя деген айтқыш ағамыз бар ғой. Жұмаға бүгін бармай қой, бүгін адам көп, ертең барасың деп тұр жаңағы. Суббота барасың, бүгін адам көп деген сияқты. Сондай ешкімнің шамына тимейтін, жеңіл, Толымбек ағаларымыздың әзілдері бар еді. Асығып бара жатырмын, жұмаға асығып бара жатырмын. Бүгін четверг қой десе көрдің ба? Бүгін суббота қой десе көрдің ба? Бір күнге қалып бара жатырмын деп айтты дейді. Жаңағы гаидан құтылып кету үшін. Сол сияқты өте асығыс адам дейді. Сондай бір жеңіл желпі, ешкім шамына тимейтін, көңіліне тимейтін, күлесің, жымиясың, рахаттанасың. Осындай жеңіл әзілдер бар. Жаңағыдай әшкерелейтін әзілдер бар. Барлығы да керек қой. Бірақ енді біз соның анау күрделісінің бәрін миымы жетпейді деген сияқты соны ысырып қойып, тек жеңілдімен келе жатқан сияқтымыз да бәрі. Қазір сұрайды, сахнаға керек еді, сондай шығармаларыңыз бар ма, бар ма? Бауыржанның кітабын, жаңа Нұрдыбек Жұбатқанның кітабын, өзімнің жазған кітаптарымды бердім. Міне осының ішінен тауып алдыңдар, мына жерде бәрі сахнаға арналған. Осы кітабының атының өзі теріс кітап деген. Сол бердім. Сол 3 кітаптан бір материал алмаған адамдар бар ғой. Түсінбейді, ананың ар жағына жете бермейді. Іліп алатын дүние таппаған. Іліп алатын дүние таппай отырады сөйтіп. Бәріміз кеңес одағының кеңес кезінен шекпеннен шықтық қой көпшілігіміз. Мысалы, әлі күнге дейін сол кеңестік фильмдердегі түрлі фразалар, түрлі сөздер күнделікті өмірдегі түрлі жағдайларда қолданылады. Ал неге қазіргі қазақ киносындағы юмор, сондай қызық жайттар есте қалмайды? Сіз айттыңыз ғой, есте қалмайды. Оның себебі не деп? Ол біріншіден жаңа сен айтқандай себебі қазір күліп ертеңіне ұмытылып кететін сөздер көбінесе қолданылатыны. Екіншіден ситуативті әзілдер. Құр сөзбен айтыла қоятын шығар, бір соншалықты бір образбен. Образ да жоқ қой. Жаңағы сөздің өзі мысалға, тағы да айта кетемін, осы жерде мен бір қатты бір жек көретін дүнием, осы күнгі теледидардан болып жатқан кино, фильм, сериалдардың аудармасын қазақшаға аударған түрін жек көрем. Бүткіл киноны бір әйел мен бір еркек аударып шығады. Кезіндегі қазақ фильмінің дубляжы қандай еді? Атакелді Смайылов, құлақтай жаталып қалған, Мәкілі Құланбаев, Есім Сегізбаев, Фарида Шәріпова дегендер, Нүкетай Мішбаева дегендер, мына кісілер талай бірге араласып жүрген. Нұрлан Өнеров, дикция қандай, сөз қандай. Жаңа сөздің өзі кинода қалай айтылады? 100 сом әрине аз ақша емес, бірақ денсаулық та керек. Орыс актер кетіп бара жатыр, оны аударған қазақ қой. Мысалға, қазақ фильмдегі дубляждың мысалға аталары деп айтсақ болады, қандай керемет дауыс, Мұхтар Бақтыгереевтің дауысы, мысалға, қандай. Ана жерде қазір айтайын, қазір сол киноға келе жатырмын. Атым Саттар, осы жерде туып өскем деп жаңағы. Мұны айтқан қайсың дейтін Құдіренің кезінде, сол кезде шығатын. Сол фразалар есте қалып қой, өйткені дикция бар, дауыс бар, образ бар. Қазір ол былай айтылғаннан кейін, образсыз, дауыссыз, дикциясыз, жай айтыла салғаннан кейін, ол сол кезде күлетті, содан кейін естен шығып кетеді ол. Ол әңгіменің несіне баратын болсақ. Сол сияқты жаңа қазіргі нелер неге жоқ дегендей. Енді қазіргі жаңа айтып отқаным, образсыз, соншалықты бір сөзге болса да, мысалы, ол кісілер дайындалатын еді, бір ауыз сөзге күрделі. Қазір ананы бүйтіп оқиды, біреу грим жасап жатса, жасыратын жоқ. Мен де барамын ғой съемкаға. Біреу бетіңді бояп жатады, аха деп оқисың да шығасың да айта саласың. Ол заман бір жағынан сондай болып кетті. Сондықтан есте қалмайтын шығар. Тек қазіргі бір өкінетініміз есте қалатыны жаңағыдай боғауыз сөздер. Енді ананы тіпті ана бір сөзді мен білмеймін.
Қазақстандағы ең танымал журналист дегенде жаңа орыстар секси дейді ғой. Ол секси деген сөздің өзі де боғауыз емес, тартымды деген мағынаны білдіреді. А оны қалай аударды? Бір қыз айтты, Қазақстандағы ең танымал бірдеңеңді деген мысалға. Сондай сөздер тез қалып қояды елдің аузында. Анайы сөздер, боғауыз сөздер тез қалып қояды. Енді бұнымен күресудің жолы қандай? Осылай кете бере ме? Көркемдік кеңес болмайынша болмайды. Көркемдік кеңес керек сияқты. Оны талай ұсынып көрдік, айттық, бірнеше формасын айттық, көркемдік кеңес жасайық. Қазір 3-4 тамада басын қосып бір театр бола салатын болды. Айналып кетейіндер, сол театрларды бір ревизия жасап қарайық та, соларды аудандарға жібермейік. Бір репертуарын көріп шығайық та, сонан кейін бір ортақ бір сайт па бір жерге салып қояйық. Бүкіл аудан, облыстардың тізімінде тұрсын, қара тізімде. Мына театр бар, бұның репертуары жарамайды халыққа. Мынаныкі жарайды, осындай деген бір немене болсын деп. Бұныңыз авторитаризм емес, бұл демократиялық принциптерге қайшы. Демократия деп. Нарық, экономика, әркім өзі біледі. Демократияда өмір сүріп жатырмыз ғой, қай Қазақстанда тұрғанымызды білмейміз қазір. Говори отечественное, но отечество не наше дейді ғой. Біздің өкімет кейде өзіміздің Қазақстанда квартирант сияқты, басқа жақтан келіп уақытша квартирада тұрған сияқты болады. Сол да демократия, мысалға. Мынадай нәрсе бар да. Тағы да көпенаған айтам, мен фестивальдарда ол кісі жюри болады қасында, көп жердің. Ол кісі Қазақ радиосында болды. Сол Қазақ радиосын басқарғанда, мысалға, бір әнді сіз ән шығарасыз да. Сол әнді радиодан беру үшін 11 адам қарайды. Иә. 11 адамның біреуі мына бір сөзге қайшы болса, мына сөз келмей тұр десе, бұл ән радиодан шықпайды. Бұл көркемдік кеңес. Мысалға, кезінде тамашаны да бірден шығара салған жоқ. Ол да көп адамның есінен өтті, сыннан өтті. Керек емес жерлерін күні кешеге дейін бізді ұлттық арна ең қиғыш арна ғой. Бәрін қия береді, ойбай ана жаққа тиіп кетеді, жоғарыға тиіп кетеді, ана кісіге тиіп кетеді, мына кісіге тиіп кетеді деп бәрін қия беретін заманда да жұмыс істедік. Ұлттық арнада менің мынандай сөзім бар еді. Көп балаларға үй беріледі. Мен қаяқтан көп балалы боламын, мен үйім жоқ болса, мен қаяққа барып көбейем, мен қоян құсап шөптің арасына барып көбейем ба? Сен бер үйді маған, сосын мен саған көрсетейін көбейгенді деп бір айтатын не бар да. Біз анандай ғой жаңағы, ана жерге барайын десең, паспортыңды әкел дейді, паспортың жоғалып алған десең, онда сен пропискаңды алып кел дейді. Прописка алайын десең, паспортыңды әкел, паспортыңды әкел. Анаған барсаң анау керек, мынаған барсаң мынау керек деген сияқты. Жаңағы бір анаға, көп балалы анаға сен өкіметтен жәрдемақы алу үшін осындай дүниелеріңді алып кел. Ақшасын бәрін есептеп, сен өкіметтен көмек алуға жарамайсың. Сен мынандай айлығың бар, сен мынандай табысың бар. Мысалға. Ал енді барып өшіртке, банкке барып тұрайын десе айтады, сенің айлығың жетпейді үй алуға. Сен жағдайы жоқ адамның қатарына кіресің. Сен өкіметтен көмек ал дейді. Өкіметке барса, сен жағдайы бар адамға кіресің дейді. Екі ортада адам далдылық болады ғой. Сондай нәрсе ғой, мысалға. Ұлттық арна қия беретін. Тамашаның да ол бірден шығып кеткен жоқ. Бәрібір көркемдік кеңес керек. Айтылатын нәрсе бар, айтылмайтын нәрсе бар. Демократия деп әркім аузына келген боғауызды айта беруге құқысы жоқ деп ойлаймын. Өзіміз көркемдік кеңес болатынбыз. Бауыржан бір шығарма алып келді ме, отырып алып түгел актерлар талқылаймыз, оқимыз. Соны Бауыржан мына жерін өзгертпесең болмайды екен, мына жерін былай өстіп ақылдасып отырып, кесіп пішіп отырып жасалатын дүниелер. Міне ойнап жүріп, Саттар екеуміз Асқар аға біз мына материалды қарап беріңізші деп баратын едік. Сосын бұл айтады, ана жерлерін болмайды, алып тастаңдар дейді. Өте грубо естіледі десе, бұл алып тастайды. Оның өзі мысалы, қазір ондай жоқ, ойына келген шығады да, айта берді. Көркемдік кеңес еш жерде жоқ, телевидениеде де жоқ, радиода бар ма жоқ па білмеймін. Жоқ шығар өйткен себебі неше түрлі өлеңдер кетіп қалып жатыр ғой, мысалы. Өлеңдердің барлығы жаңағы кілең анайы сөз, ерінің, қарның, ішің, кіндігің, мойның деген сияқты неше түрлі сөздер кетіп жатыр. Білмеймін, көркемдік кеңес сұранып тұр. Қазіргі таңда телевидениеде, оның ішінде сатира театрларына көркемдік кеңес өте қатты сұранып тұр.
бірақ ол көркемдік кеңестің жаңа сіз айтқандай жоғарыға тиіп кетеді деп жаңағы патологы төмен көркемдік кеңес болса не істейсіз? Ондай жоғарыға тиіп кетеді деп бәрін жоғарыға тиіп қырыққа бермеу үшін жоғарыға тиіп, одан көркемдік кеңестің адамын жоғарылардан қоймау керек. Көркемдік кеңестің адамын осындай белгілі сатириктерден қою керек. Сатирик деген бір жағынан қарасаңыз оппозиция, бір жағынан қарасаңыз саясат. Үлкен сатириктердің кез келген театрды барып шақырсын, бір 2-3 адамды қойсын төраға қылып, мысалы, иә. Сол кісілер көріп айтсын, болады. Шындық қой, айта бер. Тек біздің айтып отқанымыз мына. Бірақ олар айлықты алған адамның сөзі өтеді ол кісілерге де. Қалай айлық алған адамның сөзі өтеді? Енді көркемдік кеңес айлықпен жұмыс істемей ме? Айлықпен жұмыс істегенін мен айтып отырмын. Көркемдік кеңесте өкіметтің сөзін сөйлейтін, биліктің сойылын соятын емес, осындай атақты сатириктерден қою керек. Ұлан ағамыз қазір осы жақта, мысалы, Алматыда, бұрын Астана еді. Асқар ағамыз бар, Отырал ағамыз кетіп қалды. Көп қой енді айта берсеңіз, мысалы. Бәлкім тәуелсіз керек шығар. Мысалы, ақш-та Оскар сыйлығы бұл тәуелсіз ғой. Киноактерлер мен режиссерлердің кезінде бірігіп, осы киноның сапасын көтеру үшін деп, ол бір Вашингтоннан, Конгресстен қаржы алынбайды. Өздерінің жаңа қоғамдық ұйым қазіргі үлкен деңгейге жетті. Қазір тіпті әлемдік кинодағы трендтерді қалыптастыратын деңгейге жетті. Менің айтып отырғаным сол, ешқандай өкіметтің, биліктің сөзін сөйлейтін емес, кәдімгі сахнада жүрген, еңбегі сіңген автор болсын, мейлі актер болсын, осындай актер сатириктерден 2-3 адамды қою керек. Біреуін төраға қылып қой. Орта жастан біреуін қой, үлкеннен біреуін қой, жастан біреуін қой. Қасына тағы жаңа независимый комиссия ма, содан қой аналардың сөзін сөйлеп кетеді десе, мысалы. Содан кейін бір-бірін көріп тәжірибе алмасып тұратын бір орта керек. Мына Ақтөбеде жаңағы ЕКЗУ-дің жетекшісі Нұрлыбек Жұматқан ұйымдастырған, міне бірнеше рет өткен Айтқыштар Ақтөбеде деген фестиваль бар. Қазақстан бойынша сатира театрына арналған бір-ақ фестиваль. Одан басқа фестиваль жоқ. Оның өзі облыста. Республикалық деңгейде өтеді. 2 жылда бір рет. Міне сол жерге, сол фестивальға барып жатқан театрларды, фестиваль болған сайын біз барамыз, қонақ ретінде, жюри ретінде. Сол жерде жаңағы ашып пікірімізді айтамыз, мынауың былай болып кетті, мынауың былай болып кетті деп. Бірте-бірте сол фестивальға жиі барып жатқан театрдың да сапасы түзеліп келе жатыр. Кәдімгідей кәсіби деңгейдегі қатарға келіп жатыр. Ол фестивальдің үлкен көмегі бар. Сол жерде біздер Көпен ағаларымызда да жюри болып отырды. Ол кісі де жаңағы сахнада болып жатқан дүниенің артық кемін аямай айтып отырды. Біздер де барған кезімізде өз пікірлерімізді айтып отырдық. Содан бірте-бірте жаңағы фестивальға біраз жиірек барып жатқан бір 4-5 театрдың сапасы көтерілді. Ол үлкен пайда. Адам фестивальдан өседі ғой. Сондай не болу керек. Ал енді жаңағындай кесіп таштағыш бір шенеуніктерден, бірдемелерден болатын болса, қызық болмай қалады. Мен бір Астанада Шабыт университетінде Бауыржан Ибрагимовпен біздің ұлан курс қабылдап, сосын миниатюра актерларын дайындайтын. Миниатюралық неменеге жазылған пьеса жоқ екен, бізге пьеса керек деп. Мен күнасында Күнікей қызы жазып бердім. Енді біз жазғаннан кейін ол енді комедия болып кетеді, сатира болып кетеді ғой арасында. Содан ана жерде 2 хан бар. Мысалы, жаңағы баланы аттандыратын хан бар да, ана жаққа барған кезде Күнікей қыздың әкесі болып отырған хан бар ғой. 2 түрлі хан образын жаздым, 2 не қылдық. Сосын оның бір жартысын бұлар бір емтиханда көрсеткен. Бүкіл Шабыттағылардың барды қол шапалақтап, мынау керемет дүние болыпты. Керемет комедия болған екен. Жақсы алға қарай дипломға шейін осын жалғай беріңіздер дегенде, сол жерде бір жақсы бір ағамыз айтты. Биыл хандықтың 550 жылдығында хандарға күлуге болмайды, керек жоқ. Мінекей. Кейде өзіміздің сөйтіп тоқтап қалды. Бір ауыз сөз, хандықтың 550 жылдығында хандарға күлуге болмайды деген. Бізде сондай дүние. Бізде анаған күлуге болмайды, мынаған күлуге болмайды. Бәрімізде біз кезінде теріс қақпай сахнаға Абайды да шығардық. Мүшайра деген менің бір шығармам болды. Абайдың ескерткішінің алдында ақындар аузына келгенін айтып, не бір жасандар, ақындар тұрған кезде ескерткіштің өзі басын жайқап өкініп кететін. Соған жұрт жағасын ұстаған, ойбай, ай теріс қақпай Абайды қайтып қорықпай шығардым деп. Соның өзінде де біраз сын естігенбіз.
баяғыда бір ағамыз айтыпты ғой, мен ойнай алмаймын, ойнасам шындап кетемін деген. Яғни жаңағы күлкіні түсінбейтін жоғарыда адамдар отыр дейсіз ғой, былай сол ғой. Жаңа Уәлібек ағамыздың бір әңгімесі бар. Сериалға түскен кезде қасында жүрдім, сол кезде айтып берген. Бір шенділердің бір несіне шақырды дейді, енді мероприятиесіне, тойына ма бірдеңесіне. Сол жерде шығып выступать ететін едім дейді. Соған дайындалып тұрғанмын дейді. Бір уақытта біреу келді да айтты дейді, так сіз шығасыз ғой қазір. Ананы айтпаңыз, мынаны айтпаңыз, анаған тиіп кетеді. Саясатты айтпаңыз, анаған тиіп кетеді. Жемқорлар туралы айтпаңыз, анаған тиіп кетеді. Әкімдерді айтпаңыз, бұл жерде көп әкімдер бар. Жаңағы пара алатын мұғалімді айтпаңыз, ананы айтпаңыз. Жаңағы Уәкеңнің бір несі бар, жаңағы алға қарай нақты 100 қадам дейді. Ол қаяққа 100 қадам, оңға ма, солға ма, жаңағы кішкене саясат. Соны Уәкең тұрып айтты дейді. Не айтамын онда деп айтты дейді. Не айтамын? Саясатты айтпасам, жемқорларды айтпасам, әкімдерді айтпасам, мұғалімдерді айтпасам, біздегі ақсаңдап жүрген жаңағы медицинаны, білім ақсаңдап жүрген сала көп бізде. Солардың біреуін айтпасам, неменеге шақырдыңдар? Онда мен кете қояйын деп айттым дейді. Тек жүзіп айта берем ба шығып алып? Сонымен жоқ, айтуға болмайды, анау. Соны я дедім дейді да. Шығып алдым да, бәрін айттым дейді. Не қылсаң, ол сен кесіп ал басымды. Ақшамды бермесең бермеді. Ештеңе де қалған жоқ, бәрі күлді, қабылдады, кеттім дейді. Көлеңкесінен қорқатын адамдар бар да, ананы айтпа, мынаны айтпа. Менің басымнан өтті осындай жағдай. Мен мына президентіміз Назарбаевтың алдында 2 рет көрсеттім. Соның 2-ші рет Астанада сіз осындай күні президенттің алдында өнер көрсетесіз деп, бүкіл репертуарыңызды жіберіңіз деді. Барлығын электронный поштамен жібердім. Сонымен ананы айтпаңыз, мынаны айтпаңыз, мынау деп арасында бір жаңағындай юморға құрылған бір дүние болатын. Енді сәл арзандау дүние, сонда кеуін қалдырып, осы не қолға болады. Бір 7 минут береміз, 7 минутта әйтеуір айтып шығыңыз деп. Сосын жаңағы келісесіз бе соған деді. Соны мейлі дедім, сен дедің қалауларың ғой, келіссем келісейін дедім. Бірақ мен осындай дүниені сол кісінің алдында айтып тұрған кезде, мыналардың әзілінің арзандап кеткен ай деп айтса не болады дедім. Сосын мен де ой қалады ғой дедім. Мына кісілердің әзілі қалауы арзан әзіл екен ғой, бағасы. Президент туралы мен сондай ойда кетем ғой сосын. Қайсысы дұрыс деді. Жоқ, осы жетеді деді. Бірақ жеме-жемге келген кезде президенттің алдына шыға қалғанымда ол кісі танып Асқар деп өстіп әңгіме айтты. Ай, әпитөктен басташы деді. Мүлде жаңағыларын таңдап алғанның бәрі жайына қалды да. Сосын сол әпитөктен бастап ол кісі бір анекдот айтып кетіп, мен бір анекдот айтып кетіп, біраз сөйтіп анекдот айтып кезектесіп тұрдық. Мінекей сондай. Соның төңірегіндегі адамдардың өзі, жоғары жақтағылардың көлеңкесінен қорқып, ана кісінің құлағын нені жақсы көретінін түсінбейді да, өздерінің деңгейімен, өздерінің әзіл түсінетін деңгейімен сөйлейді. Сөйтіп құртады әзілді. Қазір соңғы кезде өнер қырандары, меніңше өнер қырандары осы ең соңғы сол жас жаңа буын құрған театр секілді. Одан кейін бәлкім сіздер білерсіздер, бірақ менің білуімше ондай театрда жоқ. Сонда бұл қазір әзіл-сықақ театрын құру бұл тиімсіз бе? Неге қазір жоқ өнер қырандарын ары қарай жалғастырып кететін? Өнер қырандардың өзі қазір орта буынға кетіп бара жатыр. Жастар деп айтуға да келмейді. Олардан кейін шынымен театр пайда болған жоқ. Театр, ондай театр ашу жалпы өте тиімсіз жағы нарық. Кез келген сарайдың арендасы күйіп тұр. 5 миллион республика сарайының өзі. Ал сен оны ақтай аласың ба? Саған сондай адам келе ме? Келмей ме? Және сондай ұжымды алып жүру үшін де қазір мінекей осы жерден Ақтөбеге барсаң да, Шымкентке барсаң да сонша адамға билет алу деген қазір міне жолдың дүниесі де қымбаттады. Еш жерде арзан қонақ үй жоқ. Қонақ үйдің бағасы бар.
Ал сенің сол қалаға барғанда өткен билетің, сол сенің барған жолың мен қонақ үйіңді жаңағы сенің коллективіңнің ішкен жеген тамағын ақтай ма? Бұл қазір мына нарықтың кезінде өте қиын проблемаға айналды. Жылап жүріп, қарызын жауып жүргенде елді қалай күлдіресің дейсіз ғой. Сондықтан мен мысалға соңғы 4-5 жыл жалғыз өзім концерт қойып бүкіл Қазақстанды аралап жүрмін. Өзіме тиімді, өзімді өзім алып жүр аламын. Жаныма қасыма тағы 1-2 адам қоссам, соның өзі маған ауыр тиеді. Бауыржан мырза, сіз не дейсіз? Ол енді жаңағы тиімсіз жақтары көп қой. Мәселен, қаражат дедік, жаңағы дворецті айтып кетті, республика сарайының арендасы. Одан кейін енді ешкім білмеген, бұрын соңды көрмеген театр ашыла қойса, елдің бәрі бізде жүгіріп бара қоятындай да халық жоқ бізде. Халықтың жағдайында қарау керек, концерт көретіндей де шамада емес шығар. Одан кейін тағы да бір айтылатын нәрсе өте қиын дейтін себебіміз, қандай бағытта ашылады бұл театр? Мысалға, өнер қырандары өздерінің көрермендерін тауып алды, өнер жаңағы кілең қарекет қоры, жаңағы діндар адамдар, мүфтият, барлығы солардың қолдауы, өздерінің көрермендері бар олардың, Халал әзіл бағыты дейсіз ғой. Мысалға, Тамашаның өзінің көрермені болды, Теріс Қақпайдың өзінің көрермені болды, дейік мысалы, бәрінің. Біздің көрермендердің өздері қазір қартайып кетті, былай қараған кезде. Қазір жастар біздің әзілімізді түсінбейді, жастарды біз түсінбейміз мысалға. Ендігі өнер қырандарынан кейін ашылмай тұрған себебі, басқа театр ашылса, ол қандай бағытта болады, қандай жанрда болады ол. Оның көрермендері кім болады? Кілең жастар бола ма? Кілең көрермендері КВН-шіктері жастардан құралса, білмеймін, оның сапасы қалай болатын, олар не айтады. Онда сатира тіпті өледі, тек қана қоқымаға, юморға, жеңіл әзілге кетеді деген сөз шығар. Ондай да қиыншылығы бар, жаңағы финанстан бөлек. Содан кейін мына телефондағы TikTok, 1 минуттық вайндар, соның жетегінде кетті халық. Сондықтан өте қиын. Вайнға қалай қарайсыздар? Біздің Теріс Қақпайдың баяғыдағы түсірген, біз НТК арнасында телевизиялық формасында түсіріп жүрдік қой, жаңа қысқа анекдоттарды ойнап. Соның біразы WhatsApp-тарда эфирде жүр. Соны бір жас бала маған салып жіберіпті. Аға, сіздер кезінде керемет вайн түсіріпсіздер ғой. Вайнның ардагерісіңдер. Біз оның вайн екенін білгеніміз жоқ, біз оны әзілдеп түсірдік қой. Енді мінекей қазір жұрт соны вайн деп қабылдап жатыр. Енді арасында жақсы дүниелер де шығып жатады, бар. Бірақ көбіне жаңағындай өзінің көрерменіне арналған нәрсе. Көп нәрсені мен түсіне бермеймін қазір жастарды. Кез келген сөздің астарында түсінбейміз. Вайн деген сөздің өзі латын тілінен алған кезде ныть дейді, яғни жылау дегенді білдіреді екен. Ол вайн ең алғашқы қай кезде түсірілді? Жылау деген сөзді білдіреді, аудармасы ныть дейді, яғни телефонмен отырып, мен мына бүйтіп едім, мынау бүйтіп қалды, мына жерім бүйтіп қалды деп жылап өзін түсірген. Сол кейіннен алып та үлкен жаңағы 1 минуттық әзілге айналып кетті, вайн. Мысалы, селфи деген сөздің өзі одиночество деген сөз екен. Өзіңді өзің түсіріп, сен суретке түсіретін адам жоқ сен. Өзіңді өзің түсіріп отырсың, мысалы. Астарына кірсең, оның бәрі қиын нәрсе. Ал енді жаңа вайнға мен көзқарасым жалпы жаман емес деп айтуға болады. Өйткені вайнмен өзім де айналыстым. Мынау Қамшы KZ деген портал бар, Қамшылайық деген сайтта мен саяси вайнда түсірдім. Халықтың талабы сол, ұзақ жаңағы айтып отырмын ғой, 45 минут, жарты сағатқа кетіп қалды миниатюралар. Тамашаның заңдылығындағы монолог 8-10 минут, миниатюра 10 мен 12 минут деген, соның өзі ұзақ халыққа. Сондықтан барлығы 1 минуттық әзіл көргісі келеді. 1 минуттан тек жылжытып, оны да өзіміз түсірдік. Мен оған ешқандай қарсылығым жоқ. Сондықтан да кім қалай түсіреді, өзінің еркі, өтімді деп түсіреді. Бірақ оны да жаңағыдай айта кететін жерім, не болса соны вайн қылып түсіретіндер бар. Сосын қазіргі бір белең алып кеткен нәрсе, міндетті түрде арасына бір боғауыз сөз қосып түсіреді. Сосын оны жаңа пинг-пингпен жабады, бәрі белгілі оның боқтап тұрғаны, неғып тұрғаны. Сондай жерлері бар, бұл біздің ұлттық құндылығымыз далада қалайын деп тұр. Маған бір журналист сұрақ қойды, ұлттық құндылықты қалай түсінесіз, керегі бар ма деп. Мен айтамын, ұлттық құндылықтың қазіргі таңда керегі жоқ болып қалды. Баяғыда жаңа айтамыз ғой, ойбай жесірін жылатпаған, жетімін қаңғыртпаған. Ал енді қазір ауылда бір жеңгеңнің күйеуі өліп қалды, ағаң өліп қалды. Жеңгең біреумен кездесіп жүр. Не дейміз? Ол өзінің жеке өмірі,
мүмкін соған үйленіп бақытты болып кететін шығар дейміз. Ұлттық құндылық қайда? Жеңгесін жаңағы қайынысы алатын, я болмаса сол әулетте қалдыру. Жеке өмір кірген кезде ұлттық құндылық, мысалы баяғыда ауылда білесіз ғой, қарындасыңа жігіт келіп тұрса, әбден жаңағы құда түсіп алмайынша таяқ жеп ұрып кететін. Қазір шаруасы жоқ, ол өзінің жеке өмірі. Кіммен кездесіп жүр, кіммен не қылып жүр, жеке өмірі. Сөйтіп ұлттық құндылық қалып бара жатыр да. Оның үстіне келіп, егер әзіл сатира жоғалып, әзілде тек қана осындай жеңіл желпі арзан боғауыз сөзді айтатын болсақ, онда сатира да өледі, сатирамен қоса ұлттық құндылығымыз өледі. Жас ұрпақ тыңдамайды оны. Енді бүгінгі әңгімемізді түйіндесек, жалпы күлкі бұл эмоцияның дүниесі ғой. Ал эмоция ең кез келген қоғамда, кез келген адамға әсер ететін өте қуатты күш. Сол себепті де жаңағы Ленинді алайық, тіпті Наполеонды алайық, бәрінің айтатыны бұл сатира қуатты құрал деп келген. Яғни оның мемлекеттің, қоғамның, жалпы бір халықтың дүние танымына әсер ететін, оны тәрбиелеуіне ерекше ықпалы бар құрал екенін түсініп келді. Сондықтан осы жерде бір қарағанда бұларға күлкі туралы тақырып бұл жеңіл сияқты көрінуі мүмкін, бірақ оның астарында шынымен де өте ауыр жүк жатыр. Сондықтан да қорыта келгенде сіздерге қояр сұрағым, арзан күлкіден қалай құтыламыз және елді түзейтін сатира қандай жағдайда қайта оралады? Меніңше біздің мына телеарналардың өзі қайтадан сол сатираға көңіл бөлу керек. Жаңағы жеңіл әзілдерді ғана халыққа осы өтеді, халыққа осы керек деп теледидардың барлығы соған өздері көшіп кетті. Қай-қайсысын алсаң да, қай арнаны алсаң да. Алдымен солар түзелсе, ел болдым десең эфиріңді түзе деген кәрі сөз бар ғой. Сондықтан алдымен солар осыған көңіл бөліп бастау керек. Болмаса мінекей ақылды әзілдерді, сол дұрыс дүниелерді айтып жүрген жігіттер бар. Бұлардың өзін эфирден ысырып тастап, жаңағындай дүниелердің бәрі эфирге толтырып жатыр. Бұларға қайта қайтып келу керек эфирдің өзі. Содан кейін барып, ары қарай сол көрерменді жетегімізге алармыз. Сонда түзелер. Менің ойым сол. Мен ойлаймын, жаңа өте дұрыс айтып кеттіңіз. Кез келген телеарнада жалпы білмеймін, әншілер туралы, концерт туралы, басқа бағдарламалар туралы, жаңағы ток-шоулар туралы мен ештеңе айта алмаймын. Бірақ сатира саласында сол теледидардан берілетін театрларға бір көркемдік кеңес болу керек. Мынау болмайды эфирде, мынау қате, мынаумен ұрпағымызды құртамыз. Ертең әдесең мәдейтін жастар пайда болады. 10 жерден әзіл, 10 жерден күлкі болғанменен бұның салмағы болу керек. Халыққа айтар ойы болу керек деген сияқты тоқтау қою үшін көркемдік кеңес керек. Телевидение, театр деген ол айна дейміз, одан өзімізді көргіміз келеді. Ал ол жерден тек қана лас нәрсе, анайы нәрсе, боғауыз нәрсені көре берсек, соған айналамыз. Театр мәдениеттің, театр және өнер адам бұл мәдениеттің тұтқасы. Ал біз жаңағыдай болып отқаннан кейін басқа қоғам не істемейді. Ал егер біз сәл ғана түзейтін жолға салсақ, ананы көрген көрермен, мынандай қылмау керек екен, мынау ұят болады екен, осындай болып қалмайық, осындайға ұшырап қалмайық, осындайдан Құдай сақтасын деп кері әсерін тигізіп отыру үшін сатира саласындағы жүрген театрлардың барлығына бір көркемдік кеңес, бір 2-3 адамды сайлау керек. Соны алдын ала көріп, солар бекітіп болады. Айтыңдар, ұлттық құндылығымызға әсер беретін, жастарға жігер беретін, қоғамды түзейтін, саясатты сынайтын жақсы әзілдерді қалдырып, қалған жаңағы арзан нәрсені бәрін алып тастайтын көркемдік кеңес керек сияқты. Менің де ойым осы. Яғни сатира мен юмор бұл көрерменнің арзан ойынның жетегінде кететін емес, керісінше оны жетектеуші күшке айналу керек. Көрерменнің жетегінде кетуге болмайды өнерге ешқашан. Өнер жетектеп отыру керек. Қана залда отырған көрерменде сахнада сен биік тұрасың. Тек сахнадағы орның ғана биік емес, сенің ойың да, сенің айтатын сөзің де солардан сәл биік болып тұратын болса, ол сенің артыңнан ереді, саған сенеді. Ал оны сендіретін, оларды ертетін күш барлық актерлерде бар, кәсіби актерлардың бәрінде бар.
тек амал жоқ. Эфирдің бәрі соның ананың арты жетегінде кеткеннен кейін не болды? Жалпы кез келген юморды қалыптастыру заңында мынандай бір қағида бар екен. Юмор бұл парадокстан шығады деген. Күлкі күнінде күлкі туралы әңгімеміз, былай қарасаңыз, күйінішті, күрделі, тіпті жыларман деңгейге жеткен секілді, бұның өзі парадокс. Ендеше сіздер секілді және сіздердің іздеріңізден басып келе жатқан юмор, сатира саласындағы адамдар бірінші кезекте күлдіру деген ол қоғамыңа, адамдарға жаны ашитыныңды білдіру дегенді түсінсе, және сол қағиданы ұстанса, бізде күлкі түзелер және қазақта жақсы дүниеге күле отырып өзін түзер деген ойдам. Және осы оймен бүгінгі хабарымызды аяқтайық. Уақыт бөліп келгендеріңізге көп рахмет. Рахмет. Құрметті көрермен, егер бұл тақырып қызық болса және подкаст тайм қолдаймын десеңіздер, арнамызға жазылыңыздар, лайк басыңыздар және таратыңыздар. Бүгінгі осы, өзіңізді және адамгершілік сақтаңыздар. Рахмет.